бір бала медреседен келіп тамақ ішпей уайымнан жатып ауырып сол бала қайтыс болады. Кейін әке шешесі ұстазына барып сол күн не болғанын сұраған кезде айтады, бүгін біз бір аятты тәпсірледік дейді. Тозақтың отыны бар ғой, отыны адамдар мен жындардан болады. Тозақты адамдар мен жындарға толтырады. Отыны адамдар мен жындардан болады. Сонда ана бала ұстазға сұрақ қойды дейді, я ұстаз, егер де тозақтың отыны адамдар болатын болса, мен анамның ошақты жаққан кезінде от тұтатқанын көргем. Отқа бірінші томарларды емес, бірінші шыбықты тастап тұтатады дейді. Кейін барып, от қызған кезінде томарларды тастайды. Егер дәл солай болатын болса, азапқа бірінші біз ұшырайтын секілдіміз ғой деп. Шана балаң уайымын көрдіңіз ба? Біздерді уайымдату керек. Біздің Алланы шынымен, қазір бізде сұрақ болу керек. Мен сонда шынымен Алланы жақсы көретін адамдардың қатарында, санатында жоқпын ба не дегенсің? Мен сонда шынымен пайғамбар салсам жақсы көре алмаймын ба? Мен сонда жақсы көрем деген просто сезіммен өзімді өзім алдап жүрмін ба? Кітабым Құран деп айтам. Ертең Алланың алдына барған кезде кітабың не десе Құран деп айтуға менде бет бар ма жоқ па деп неге біз ойланбаймыз?